Енді шетелский лапшаларды үйде де жасауға болады. Тек қана ағын мен ақ лапша жасай бергенше осындай түрлендіріп жасап көріңіздер. Қайнап тұрған суға тұз салып, лапшаларды салып аласыз. Тура шетелдегідей ерекше тағам болып шыға қалады. Лапшаларды жасау үшін маған асидегі жаңадан алған көмекшім көмектесті. Алдымен шпинаттарды блендерінде езіп аламыз. Шпинатты блендерге салып, тұз салып, осылай езіп аламыз. Үстіне жұмыртқаны салып, шайқап аламыз. Дәл осы көмекшімде ары қарай қамыр илейтін боламыз. Ыдысқа шпинатты құямыз. Үстінен ұн салып, осылай қосып қана қойсаңыздар, қамырды өзі илеп береді. Бұл көмекшімде иленген қамырды жарты сағат күтіп отырмай 10 минутта жая берсеңіз болады. Өзінің осындай қамыр жайып беретін насаткасы бар. Насаткіде қамырды жұп-жұқа етіп, эластичный етіп жайып береді. Ары қарай осындай кеспе кесетін насаткасы да бар. Осы қамырды кеспеге арнайы кесіп аламыз. Осылай кеспеміз де дайын болады. Тағы да бір ерекше насаткасы бар. Ол бізде лапша жасап береді қамырды. Міне осымен бізде екі түрлі лапшаның түрі дайын болды. Бұл лапшаларды кептіріп алып пакетке салып қойсаңыздар болады. Және де бұл көмекшімде 3 түрлі насаткымен осында ет тартқышы да бар. Ет тартқыштан етті оңай ғана тартып аласыздар. Және де осы көмекшімде пиязды, картопты, сәбізді барлығын ұсақтап турап алуға болады. Дәл осындай насаткілермен жүреді. Бұл көмекшіммен тек қана қамыр илеп, қамыр жаю емес, торт жасап және де торттың кремін жасауға да